Қойшыбек мүбәрак кері көші 13 бөлім. Және апам жоқ деп айқайлап кірген өзінің үлкен ұлының даусынан оянып кетті. Бірақ басын көтермей орнынан қозғалмастан жатып еді. Не дейді Құдай? Ол өлігін сүйретіп қайда кетеді дейсің? Төсектің астына құлап қалған жоқ па? Анық көрдің бе? Жоқ апа, қостың бар жерін қарадым. Жоқ. Сұмдық-ай! Әкемді оятайын ба? Оят. Не де болса осы қақпас бір пәлені біледі. Әке, әке. Ұлы өзін келіп жұлқылаған соң марға орнынан тұрды. Ұлы манадан бері өзі тыңдап жатқан сөзді қайталады. Даурықпаңдар. Шын айтам, әке. Білемін. Және апаларың жоқ. Ендігі кетіп қалған. Ойбай, не дейді? Кетіп қалғаны несі? Домаланған топ кемпір қалай кетіп қалады? Сайтан ба ол? Доғар енді, албат сөйлемей. Құдайым-ау, ел жұртқа не бетімізді айтамыз енді? Кемпірді жеп қоймадыңдар ма демей ме? Көшеміз. Қайда? Бізді танымайтын жерге. Жетер енді. Елден жұрттан айырылып 30 жыл сенің артыңнан жүргем. Енді сенімен бірге сандалар шамам жоқ. Ежелгі қонысыма кетем. Төркінімнің қасына. Жолың болсын. Енді сенімен шәркілдесетін менде де шама қалмады. Қал өзің, ана сайтаннан туған жындыңмен бірге. Қолына ілініп кеткен көк сауыр кебісті жіберіп қалды. Қатын баж етіп шалқасынан түсті. Құлап қалған шешесін орнынан тұрғызып жатқан ұлы, ұялмайсыңдар ма? Қойсаңдар, кемпір мен шал болғанда. Әкесіне ызбарлана қарады. Айрандай үйіған үй тас бұзылды. Үлкен ұлы мен келінін ертіп, қатыны кері көшетін болды. Ал қалғандары осында қалатын болып шешті. Күн түндемей үстетке ұйықтаған Бақбөр мен кенже ұлы, Кенжеқұл орнынан тұрғанда жүк екіге бөлініп түйелерге артылып жатқан екен. Неше күннен бері аласапыран айқай-шудан кенже ұлын жоқтамай қалған кемпір енді кенже ұлына кеп жармасты. Кет менімен, мына сайтан жайлағандардан аулақ кет, менімен бірге жүресің. Болған істің барлығы Кенжеқұлды іштан қалдырмады, тіпті басы қасында жүрген адам сықылды. Апа, қойш, қайда барасың? Мен осында қалам, Бақбөрдің қасында болам. Ойбай, Құдай! Көрдің ба? Сап-сау адамды жынды қылады бұлар. Құдай, Құдай деп шашын жұлған кемпірді келіні ары жетелеп кетті. Бұлардың шуын апа, апа деп айқайлаған Бақбөрдің даусы басып кетті. Қолына қай күннен бері өз тарқатқан ұзын арқанды шумақтап сүйретіп Жәмилдің қасына жетіп келді. Ата, ата, апам қайда? Деп Мәліктің етегіне келіп жармасты. Аяғын құшып зар жылады. Апатайым-ай, апатайым. Bir көре алмай қалдым ба, апатайым, деп еңіреп жатыр. Мәліктің есіне баяғыдағы көкбақсының айтқаны түсті. Құдайға шүкір, бұл есін жиған екен-ау деп ойлады. Баяғыдан бері қалай байқамағанына таң қалды. Бақбөр тура сәлім ағасының сойып қаптап қойғандай екен. Дене бітісі де сөз әуенінде. Бұлқан-талқан болып атқа қонғалы жатқан әйеліне келіп, жеңінен тартып, Бақбөр жақтымдады. Буырқана долданып жүрген ашулы қатын күйеуіне осқырына бір қарады да, Бақбөрге сәл көз тоқтады. Ақ екем, Құдай-ау, тура ақ екем ғой, деп жыламсырап Мәлікке қарай қисая берген. Бетіне су бүркіп жүріп, әзер есін жиғызып алды. Жүк шешілді, түйелер жіберілді, жығылған үйлер қайта тігілді. Жан ұшыра аласұрып жүрген Бақбөрді Кенжеқұл тоқтатты. Бақбөр аға, сабыр, сабыр. Кішкене тыныстап, есімізге келіп алайық. Кенжеқұл, мен саған Торлысайда қыздардың ауылынан еш нәрсе алып берген жоқ па едім? Бір мамық қауырсын әкеп бергенсің. Кәне, не істейміз енді? Кеттік. Қайда? Қыздардың ауылына. Манағы көшке даярлаған аттардың кермеде тұрған екеуіне Бақбөр мен Кенжеқұл мінді де Торлысайға қарай ұйқара құйықта жөнелді. Ешкім де олардың артынан тоқтатып қалуға әрекеттенген жоқ. Өз тірліктеріне кірісіп кеткен. Жалғасы бар.